Көпшілік адамдар қойған мақсатына қалай жетсем екен, не істесем екен, бір бизнес бастайын десем, ақшам жоқ, анаған ақшам жоқ, мынаған ақшам жоқ деп жатады. Ең бірінші мен айтар едім, ең бірінші инвестиция немесе өзіңіздің бастайын деп жүрген ісіңізде бірінші таңда жүріп өзіңізге уақыт бөлсеңіздер дегім келеді. Таңғы уақыт бұл өзіңіздің уақытыңыз болып табылады. Сондықтан қай бір істі бастайтын болсаңыз да сіз таңда тұрып соған бірінші дұға жасау, екінші соған әрекеттен бұрын ең бірінші өзіңіздің қалауыңыз шын болу, қалауыңыз шын болып, таңда осы сіздің қалауыңызға, ұйықтатпайтын қалауыңызға таңда бірінші өзіңіз қадам басуыңыз қажет. Ең бірінші жаңа қарапайым, ең бірінші басты не бұл таңға аффирмация менен жақсы көңіл күй, таңда өзіңізге мән беру болып табылады. Сол қолға алыңыздар. Сол бір нәрсені бастамас бұрын ең бірінші бұл сіздің ойыңызға мән беруіңіз қажет. Ойды өзгерту қажет. Қалай өзгертуге болады, Мысалы, сіз мынандай бір нәрсені жасағыңыз келеді, бірақ оны қалай жасаймын деп ойға шөгіп кетпей, бірінші сіз әрекетіңізді бастауыңыз керек. Қандай әрекет жасай аламын? Сосын, соответственно, сіздің ойларыңызды қалай басқарып жатырсыз? Сіз жаман сіздің ойыңыздың жетегіне кетіп жатырсыз ба? Немесе өзіңізді ұстап қалып, тоқта, бұл менің мақсаттарыма жеткізбейтін ойлар ғой деген сияқты өзіңіздің жаман ойларыңызды ұстап жатырсыз ба? Соған ойға көбінше көңіл бөлуіңіз қажет. Үнемі сіз ойыңызға көңіл бөліп, оны жаңағындай жаман ойға алып кетіп жатқан кезде оны ұстайтын болсаңыз, міндетті түрде кез келген мақсаттарға жетеді екен. Сондықтан ең бірінші ой, сосын таңғы әрекет, таңғы аффирмация, таңғы визуализация.